Ассалаумағалейкум қазақ бауырым. Бүгін мен саған ADV Cash деген электронный кошелек туралы айтқым келіп отыр. Бұйырса болашақта интернетте ақша табу деген тематикада жұмыс жасап отырған сайттардың барлығы осы электронный кошелекке қарай ақша шығаратын шығар деп ойлаймын өз басым. Сондықтан да кеше өз басым мына электронный кошелектен кошелек ашып алдым. Егер де сенде де бұл электронный кошелекте кошелегің болмаса, бұл электронный кошелектің ссылкасын осы видеоның астына тастап кететін болам. Осы видеоның астында ссылка арқылы мына электронный кошелектен кошелек ашып алуыңа болады. Бұл видеода мен мына электронный кошелекті қалай ашатыныңды көрсететін болам. Сосын бұл электронный кошелекте кошелегіңе идентификация жасау жағын көрсететін болам. Сосын бұл электронный кошелектегі ақшаңды Қазақстанның банк карточкаларына қалай шығарып алуға болатынын көрсететін болам. Сосын тағы да бір айтқым келгені, көп адамдар менің видеоларымның комментарийларына немесе тіпті ВКонтактеде маған жазып сұрақ қойып атады. Видеоларыңды айтып отырған сайттарыңның ссылкалары қайда деп. Егер де сен менің видеоларымды телефонмен қарап жүрген болсаң, менің видеоларымның астында мынандай төмен қарап тұрған стрелка болады. Егер де видеоларымды айтып отырған сайттар саған керек болатын болса, осы төмен қарап тұрған стрелкаға басасың. Сол кезде мынандай нәрсе ашылады. Мына жерде видеоның описаниясы деп атайды, яғни видеоның асты. В общем, түсінгеніңдей, видеоларымда айтып отырған сайттарымның ссылкалары, телеграм каналымның ссылкасы, тағы да басқа сайттардың ссылкалары осы жерде болады. Сонымен мына электронный кошелектен кошелек ашу үшін ең бірінші мына видеоның астында ссылка арқылы өтесің, сол кезде мынандай сайтқа тап боласың. Содан кейін мына жерде регистрация деген кнопканың үстінен басасың. Сосын міндетті түрде ашайын деп отырған электронный кошелегіңді персональный қылып ашасың. Егер де қарапайым адам болсаң, егер де бизнесмен болатын болсаң, уже мына жерде бизнес деген таңдауыңа болады. Жалпы өзім персональный дегенмен аштым. Сенде міндетті түрде персональный дегенмен аш. Мына жерде имя деген жерге атың жазасың, фамилия деген жерге фамилияң жазасың. Электронная почта деген жерге өзіңнің қолданып жүрген электронный почтаң жазасың. Пароль деген жерге міндетті түрде пароль ойлап табасың. Сосын пароліңді ұмытып қалмайтындай бір жерге жазып қоясың. Сосын мына жерде жасыл точканың үстінен басып, оңға қарай ысырасың. Мына жерде сосын зарегистрироваться деген кнопканы басасың. В общем, түсінгеніңдей, электронный кошелекті осылай ашасың. Содан кейін мына электронный кошелекке вход деген кнопка арқылы уже кіре беруіңе болады. Мына жерге тіркелген кезде қолданған электронный почтаң жазасың, паролің жазасың, войти в ADV Cash деген кнопканың үстінен басасың. Мына кошелекке кіргеннен кейін көріп отырғандай менің аты жөнімнің астында жасыл жазумен мынандай верифицирован деген жазу тұр. Яғни менің электронный кошелегіме идентификация жасалған. Сен мына электронный кошелекке жаңадан тіркелген кезде сенде мына жерде не верифицирован деген қызыл жазумен жазылған жазу тұрады. Яғни түсінгеніңдей сенде электронный кошелегіңе идентификация жасайсың. Енді бұл электронный кошелегіңе неге міндетті түрде верификация жасау керек? Себебі бұл электронный кошелегіңе біріншіден ақша шығара алмайсың басқа сайттардан. Сосын бұл электронный кошелегіңдегі ақшаңды шығара алмайсың. Енді бұл электронный кошелектегі счетыңа верификация жасау үшін саған міндетті түрде бұл электронный кошелекке ноутбукпен немесе компьютермен кіруің керек болады. Веб-камерасы бар. Бұл электронный кошелек сені өз суретке түсіріп алады, яғни селфи жасайды. Сосын суретке түсіреді деп қорықпай қойсаң болады. Бұл электронный кошелек сенің суретіңді ешқайда таратпайды. Яғни сенің суретің тек қана мына электронный кошелектің данныйларында тұрады. Сосын бұл электронный кошелегіңе идентификация жасау үшін ешқайда барудың қажеті жоқ. Яғни верификацияны онлайн өте беруіңе болады. Верификация жасау тегін. Ешкімге ешқандай ақша төлеудің қажеті жоқ. Енді бұл электронный кошелектегі счетыңа верификация жасау үшін өзіңдегі мына жерде жазылған не верифицирован деген қызыл жазудың үстінен басасың. Немесе мына жерде
атыңның қасындағы төмен қарап тұрған стрелкіге басасың, верификация дегенге басасың, телефон номерің жазасың, өзіңнің ұстап жүрген міндетті түрде. Сосын мына электронный кошелек саған телефон номеріңе смс жібереді. смс-тің ішінде 5 санды немесе 6 санды код болады. Сол кодты жазып, телефоныңа идентификация жасайсың. Көріп отырғандай, менде мына жерде номер верифицированного телефона дейді. Яғни мен телефон номеріме верификация жасадым. Содан кейін мына электронный кошелек сенен рұқсат сұрайды. Мына жерден не шығады? Уведомление шығады. Яғни микрофоныңды, веб-камераңды қос деп. Разрешить дегенді басасың, қосасың. Веб-камераң қосылады. Сені мына жерден, где-то өшерлерден сені мына электронный кошелек суретке түсіріп алады. Содан кейін паспорт ID арқылы верификация жасайсың. Егерде удостоверение арқылы верификациядан өткің келетін болса, удостоверениеңнің артын алдын суретке түсіресің телефоныңмен. Сосын мына электронный кошелектің сайтына саласың. Где-то мына жерден шығады. Содан кейін продолжить дегенді басасың. Суреттеріңді мына кошелектің сайтына салғаннан кейін где-то 5-6 сағаттан кейін аты жөніңнің астында менікіндей верифицирован деген жасыл жазу тұрады. Яғни сенің электронный кошелегіңе уже идентификация жасалды деген сөз. В общем, электронный кошелегіңе осылай идентификация жасайсың, ешқандай да қиындығы жоқ. Сонымен бұл электронный кошелектегі счетымызға верификация жасап болғаннан кейін енді бұл электронный кошелектегі ақшамызды Қазақстанның банк карточкасіне шығарып алу үшін не істейміз? Электронный кошелектегі ақшамызды банк карточкамызге шығарып алу үшін мына жерде перевод средств деген сөздің үстінен басамыз. Содан кейін мына жерде на карту Visa, MasterCard деген сөздің үстінен басамыз. Көріп отырғандай, бұл электронный кошелектегі ақшамызды тек қана Visa, MasterCard карточкалеріне шығаруымызға болады. Сосын бұл электронный кошелектен шығарған ақшамыз банк карточкамызге 2 күннің ішінде түседі. Сосын комиссиясы 1,5%. Грубо есептегенде 500 теңге. В общем, ақшамыз шығарып алу үшін перевод на карты Казахстана деген сөздің үстінен басамыз. Сосын бұл электронный кошелектен минимум, яғни жоқ дегенде 1000 теңге шығаруымызға болады. Яғни 1000 теңгеден төмен ақша шығара алмаймыз. Сосын бұл электронный кошелектен ақшаны бір шығарғанда 500 мыңға дейін ақша шығаруымызға болады. Содан кейін бұл электронный кошелектен бір күннің ішінде максимум 2,5 миллион ақша шығаруымызға болады. Сосын бір карточкеге бір айдың ішінде 5 миллион ақша шығаруымызға болады. В общем, бұл түсінікті деп ойлаймын. Сосын тағы да айтылмай қалған мәселе. Бұл электронный кошелекке ең бірінші рет тіркелген кезде сенде теңге счет болмайды. Егерде теңге счет ашқың келетін болса, мына жерде добавить кошелек деген кнопканың үстінен басасың. Мына жерден KZT деген таңдап аласың. И добавить кошелек деген кнопканың үстінен басасың. Сол кезде сенде де мынандай теңге счет ашылады. Енді мына жерде выберите кошелек деген жерде мына электронный кошелекте сенің қандай счетыңда ақша бар, сол счетың таңдайсың. Мысалы үшін доллар счетыңда болса ақшаң, доллар таңдайсың, евро счетыңда болса евро деген таңдайсың, рубль счетыңда болса рубль таңдайсың, теңге счетыңда болса ақшаң, теңге счетың таңдайсың. Сумма отправления деген жерге мына электронный кошелектен банк карточкаңа қанша ақша шығарғың келеді, суммасын жазасың. Яғни 1000 теңге болса 1000 теңге, 2000 болса 2000 деп жазасың. Комиссия деген жерден төлейтін комиссияңның суммасы шығады автомат түрде. Мына жерге банк карточкаңның 16 санын жазасың. Мына жерде банк карточкаңа түсетін ақшаңның суммасы жазылып тұрады. Содан кейін продолжить деген жасыл кнопканың үстінен басасың. В общем, бұл электронный кошелек туралы түсінікті деп ойлаймын. Бұл электронный кошелек туралы ақпаратты толық айтып шығуға тырыстым. Егерде менің айтпай қалған, айтпай кеткен жерлерім болса, немесе түсінбей қалған жерлерім болса, осы видеоның комментарийына жазсаң болады.